Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше түйілетін тәжік мантысының рецептісімен бөлісетін боламын. Дайындау барысында бірнеше лайфхактармен бөлісетін боламын, сондықтан осы видеоны соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Бір жасағаннан ұқсап шығатын тәжік мантысын дайындауды бастаймыз достар. Ең алдымен ыдысымызға 300 мл су құйып алатын боламыз. Суымызға бір ас қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Артынша бір жұмыртқаны да салып, оны да жақсылап араластырып көпіртіріп алуымыз керек болады. Аз-аздан ұнымызды салып, қамырымызды илеп бастаймыз. Мантының қамырының қаттылау болғаны өте маңызды. Қаншалықты қамырмен біз дұрыс жұмыс жасайтын болсақ, мантымыздың қамыры соншалықты әдемі болып шығатын болады. Қаттылау етіп иленген қамырды жайылмай қалады деп қорықпаңыздар, өйткені қамыр демалған кезде өзі жұмсарып, жайылған кезде бізге өте ыңғайлы болатын болады. Осылай қамырымызбен 5-10 минуттай жұмыс жасайтын боламыз. Достар, біздің каналымызда апта сайын 2-3 жаңа видео шығып отырады. Жаңадан шығып отқан рецептілерді жоғалтып алмас үшін біздің каналымызға жазылып қоюларыңызға кеңес беремін. Илеп алған қамырымызды 10-15 минут демалуға қойып қоямыз. Оған дейін біз мантымыздың ішіне салатын начинканы дайындап бастаймыз. Жуамыздың сыртын ашып, жуып, майлап тураймыз. Негізі 4 бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Маған осылай соломка ретінде тураған ұнайды, сондықтан соломка етіп турап аламын және бір ыдысқа салып, оны 1-2 рет мыжитын боламын. Қатты мыжымау керек бұл жерде, өйткені жуаның суы шығып кететін болады. Аздап араластырып алғаннан кейін жуаның үстіне тартылған етімізді салып аламыз. Енді жуа мен етті бірге жақсылап араластыратын боламыз. Егер құйрық ұнатсаңыздар, бұл жерде құйрық салып жіберуге де болады. Мен мүлдем құйрық қолданбағандықтан оны салмадым. Дәміне қарай тұз саламыз, бұрыш саламыз және приправадан мен зира қосып жібердім. Бәрін қосып араластырып қойдым. Демалған қамырымызбен тағы жұмыс жасайтын боламыз. Оны тағы 1-2 рет мыжып, консистенциясы қаттылау болу үшін осылай илеп қоюымыз керек қамырымызды. Қамырмен жұмыс жасаған сайын ол осындай тегіс бола бастайды. Тағы 5-10 минутқа демалуға қойып қоятын боламыз. 10 минутымыз өтті, міне қараңыздар, демалған қамырдың беті осындай тегіс болады, тегіс және әдемі болып шығады. Енді демалған қамырымызды жайып бастаймыз. Алдымен осылай қолымызбен кішкене үлкейтіп алуымыз керек болады, өйткені бізге қазір жайғанға ыңғайлы болатын болады. Және артынша осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Егер екі шеті қалыңдау болып қалады десеңіздер, осылай видеода көрсетілгендей екі жағын бүктеп жайып алсаңыздар да болады. Осылай қатты жұқа етпей қамырымызды толықтай жайып аламыз. Енді мантымыздың формасын келтіретін боламыз. Үлкендеу кесемен осылай домалақтап кесіп алсақ болады, немесе қамырымызды 4 бұрышты етіп кесіп алып, үстінен кесе қойып, шет-шетін алып тастауға да болады. Немесе қамырыңызды жеке-жеке кішкене бөліктерге бөліп алып, одан кейін жайсаңыз да болады. Ал ол өте ұзақ уақыт алғандықтан мен осылай жасауды дұрыс деп шештім. Және үстіне салмамызды салып аламыз да, осылай видеода көрсетілгендей етіп мантымызды түйіп алатын боламыз. Түйген кезде алдымен 1 рет гармошка жасап аламыз және оның үстіне қамырымызды бүктеп шығатын боламыз. Бізде осындай әдемі форма шығатын болады. Барлығын осылай түйіп, дайындап алғаннан кейін мантаваркамыздың астын сұйық маймен жақсылап майлап алатын боламыз, өйткені сұйық май жақпасақ жабысып қалуы мүмкін мантаваркаға. Одан кейін барлық мантыларымызды жайғастырып аламыз және мантының бетін және шет жақтарын бір-біріне жабысып тұрған жерін майлап аламыз. 45 минутқа пісіруге қойып аламыз. Мантымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты.
дастарханның сәнін келтіріп тұратын тамақтардың бірі деп ойлаймын және өте тойымды тағамдардың бірі болып есептелінеді. Достар, бүгінгі рецептіміз сізге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, достарыңызға жіберуді сұраймыз. Осылайша қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыздар. Ал баршамызға ас болсын, достар.